Ораза ұстаған адамға қан тапсыруға бола ма? Рамазан айында жиі қойылатын сұрақтардың бірі ораза кезінде қан тапсыруға бола ма? Бұл мәселе әсіресе донор болғысы келетін немесе анализ тапсыруы керек адамдар үшін маңызды. Ислам шариғаты әр үкімді адамның жағдайына қарай қарастырады. Оразаны не бұзады? Оразаның негізгі шарты таң атқаннан күн батқанға дейін ішіп жеуден және нәпсі қалауларынан тыйылу. Қасиетті Құран кәрімде ораза жайлы аяттарда ішіп жеуден тыйылу нақты айтылған. Яғни оразаны бұзатын нәрсе ағзаға қорек кіргізу. Ал қан тапсыру керісінше ағзадан қан шығару. Қан тапсыру оразаны бұза ма? Ғалымдардың арасында бұл мәселеде пікір айырмашылығы бар. Бірінші, көпшілік ғалымдардың пікірі. Қан алу, анализ немесе донорлық мақсатта оразаны бұзбайды. Себебі қан ішке кірмейді, керісінше сыртқа шығады. Сондықтан шариғат тұрғысынан ораза жарамды болып қала береді. Екінші, кейбір ғалымдардың пікірі. Егер қан тапсыру салдарынан адам қатты әлсіресе, оразаға зиян келсе, ол макрух, құпталмайтын іс болуы мүмкін. Бірақ өзі оразаны тікелей бұзбайды. Хижама мәселесі. Пайғамбарымыз Мұхаммед Алланың оған сәлем мен игілігі болсын. Заманында хижама, қан алдыру жасалған. Хадистерде бұл жайында әртүрлі риуаяттар бар. Кейбірінде хижама оразаны бұзады десе, басқасында пайғамбарымыздың өзі ораза кезінде хижама жасатқаны айтылады. Ғалымдар осы хадистерді салыстыра отырып қорытындысында қан алдыру оразаны бұзбайды, бірақ әлсіретуі мүмкін деген тоқтамға келген. Донор болу. Егер адам донор ретінде көп мөлшерде қан тапсырса, ол әлсіздік тудыруы ықтимал. Егер әлсіреу оразаны жалғастыруға кедергі келтірсе, онда сол күнді тоқтатып, кейін қазасын өтеуге болады. Исламда адамның денсаулығы аманат. Өзіне зиян келтіру дұрыс емес. Анализ үшін аз мөлшерде қан алу. Медициналық тексеру үшін аз ғана қан алу оразаны бұзбайды. Бұл қазіргі фиқ кеңестерінде де айтылған. Себебі ол қоректік емес және ішке еш нәрсе кірмейді. Ең дұрыс амал. Егер мүмкіндік болса, қан тапсыруды аузашардан кейінге қалдырған абзал. Бұл әлсіздіктің алдын алады. Бірақ шұғыл жағдай болса, күндіз де тапсыруға болады. Рухани тұрғыдан. Ораза сабыр мектебі. Донор болу сауапты іс, біреудің өмірін құтқаруға себеп болуы мүмкін. Сондықтан ниет дұрыс болса, әрі денсаулыққа зиян келмесе, бұл игі амал. Қорытынды. Қан тапсыру оразаны бұзбайды. Бірақ егер қатты әлсіретсе, кейін қазасын өтеу керек. Ең дұрысы жағдайға қарап шешім қабылдау және қажет болса, дәрігер мен имамнан кеңес алу. Алла тағала ұстап жүрген оразамызды қабыл етсін, жасаған жақсылықтарымызды сауаптан жазсын.